Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандарым? Мына менде 900 грамм ұн, осыған 2 жұмыртқамды саламын. Және де ертілген дрожжымды құямын. Шекерімді саламын. Сұйық майымды құямын. Және де тұзымды саламын. Тұзымды саламын да жайлап жылытылған жылы сүтті құйып илей бастаймын. Жұмсақ қылып илеп қойдым. Енді осының бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоямын. Нанымыз жақсы көтерілді. Нан жақсы көтерілді. Бірнеше рет бастым. Енді осыдан батонымды жасаймын. Батоным жақсы көтерілді. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарысының үстіне сүт құямын да жақсылап араластырып осыны батонның бетіне жағып шығамын. Енді 180 градусқа 30 минуттай пісіріп аламын.
Ата керемет жұмсақ шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.
Құрметті оқырмандарым, бүгін мен жеті нан пісірейін деп жатырмын. Сол жеті нанның рецептін сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен мен дрожжды ашытып қойдым. Үстіне сәл шекер саламын. Сұйық майымды құямын. Нан жұмсақ болу үшін ішіне майонез салам. Майонез салуларыңызға болады, соны ол өз еріктеріңіз. Тұз саламын. Жайлап сумен илей бастаймын. Нанды жұмсақ қылып илеймін. Өйткені қазір пісірген уақытта жұмсақ болу керек. Нанды илеп қойдым. Енді бетін жауып қоямын. Мен наным жақсы көтерілді, бірнеше рет басып қойдым. Енді осыны 7 бөлшекке бөлемін. Жеті бөлшекке бөлген нанымды біртіндеп ысып, қызып тұрған майыма пісіріп аламын. Қатты, қалында қатты жұқада қылмаймын. Мынадай білемін дейін. Міне осылай шықты. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Оқырмандарым, бүгін мен бауырсақ пісірейін деп отырмын. Ұнымызға алдымен дрожжымызды ертіп аламыз. Тұзымды саламын. 2 жұмыртқамды саламын. Шекерімді саламын. Сливочный майға құйып жатырмын, немесе сұйық майды құюға болады. Және де майонез салып жатырмын. Сүтпен су араласқан. Енді жақсылап илеймін. Осының бетін жауып қоямын. Көтерілгеннен кейін бауырсақ пісіремін. Наным міне жақсы көтерілді, бірнеше рет басып қойдым. Енді осына жасауды бастаймын.
осылай дөңгелетіп құя беремін. Осылай olursa көтерілгенше бетін жауып қоямын. Наным жақсы көтерілді, енді пісіремін. Майымды қыздырып алып, мынадай керемет бауырсақ шықты. Өтілдеген. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Тұшпарамызды дайындау үшін біз ұнға тұзымызды салып алдық та, оның үстіне сәл ғана нан содымызды саламыз. Нан содымызды саламыз. Одан кейін сумен илеп аламыз. Нанымызды дайындап. Нанымыз әбден иіп болғанша осылай қоямыз да бетін жауып. Енді ары қарай картоптан тұшпара жасау үшін алдымен картопымызды суға пісіріп аламыз да, жақсылап езіп алып, татымына қарай тұз, және де бұрыш саламыз.
Сәлем достар, бүгін мен булочканың рецептімен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Оған бізге керек ұн керек, шекер, дрожж, май, сүт және де 2 орташа жұмыртқа және тұз керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және де қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Келесі видеоларды көре аласыздар. Енді бастаймыз. Ұнымыздың үстіне тұзымызды саламыз. Оның үстіне дрожжымызды құямыз. Дрожжымызды алдын ала ертіп дайындап қойдым. Майымызды нанымыз дайын болды, жұмсақ болды. Енді осының бетін жауып қоямыз да 1-2 сағатқа қойып, жылы жерге қоямыз. Сүтке жұмыртқаның сарысын араластырып бетіне жағамыз. Жүз 180 градусқа 25-30 минуттен пісіріп аламыз. Сәлем достар, қазір мен сіздерге мынадай қара бидайдың ұнынан нан илейін деп жатырмын. Бірінші көрейін деп жатырмын, қалай шығатынын сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ұнымызға сәл ғана тұзымызды салып аламыз. Оның үстіне дрожжымызды дайындап қойдым. Дрожжымызды құямыз. Майымызды құямыз. Енді осының барлығын жылы сумен араластырамыз.
илеген кезде ағындай болмайды екен қалай дегенмен, бірақ көрейік. Қаншалықты кесілетін қазір көреміз. Илеп болдық, енді осының бетін жауып қоямыз. Бұл жерге көтерілгеннен кейін жасаймыз. Нанымыз жақсы көтерілді, бетіне көңжөт септік те. Енді менде кішкентай қалып болмағандықтан фольгамен осындай қалып жасап, қазір пешке саламын. Міне біздің нанымыз да дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге біздің 2 сағатымыз өтті. Нанымыз керемет көтерілді. Енді осы нанымызды 2-ге бөлеміз. Екіге бөліп басып жандарын кесеміз. Бетін жұмыртқамен байлаймыз. Сіздерге еттен жасалған пирогымыз дайын болды. Қазір сіздермен осының рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Ал енді біттік. Мен жасалатын пирогтың рецептісін бөлісейін деп отырмын. Бізге керек ет 450 грамм, 4 картоп, 2 жуа, 250 грамм сәбіз,
приправалар керек, және қара бұрыш, тұз. Сонымен қатар қамырына 600 граммдай ұн керек, су, 180 грамм май, және де 2 жұмыртқа мен жасаймыз. Ал енді бастайық. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Бұл жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Қазір қамырдың бетін майлауға. Осының үстіне 180 грамм майымызды құямыз, немесе маргарин, немесе майды құямыз. 600 грамм ұнымызды саламыз. Ұнымызды салдық. Тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Нанымыз дайын болып қалды. Осыны нанымыздың бетін жауып демалтып қоямыз да, ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менің каналыма тіркелер, лайк басып, қоңыраушыны басуды ұмытып кетпейміз. Комментарий жазып кетеміз. Осылай нанымыз жұмсақ болады. Нанымыздың бетін жауып қоямыз. Сәбісіміз осылай ұсақ болып тураймыз да, енді осылай болып біз картофелімізді де тураймыз. Бізді сондай ұсақ болып турадық, сәбіз сияқты. Енді жуамызды сондай ұсақ болып бұл формада туралаймыз. Картоптың үстіне приправамыз саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Және саралған тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді етімізді де осындай көлемде тураймыз. Етімізді жақсылап жуып аламыз да, осындай кішкентай көлемге тураймыз. Тез пісу үшін. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды жерімізде 2 бөлшекке бөлеміз. Бірде 2 бөлшекке бөлеміз.
үлкендеуін, чуть-чуть үлкендеуін бұны астына жібереміз. Ең алдымен картофелімізді саламыз. Картоптың үстіне кішкентай ғана сұйық май құямыз. Картофелімізді салып аламыз, жақсылап. Тегіне жеткізбейміз. Картофель салып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Егер сәбізді ұнатпайтын болсаңыздар, қоспауға да болады. Оның үстіне жуан саламыз. Үстіне етімізді саламыз. Енді бетіне жағатын қамыр жасаймыз. Кішкентай бөлшек алып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды үстіне саламыз бетіне. Қамырымыз дайын болды. Енді осының үстін жұмыртқаның сарысымен майлаймыз. 45 минут духовка 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Міне осындай керемет пирог дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Бәліш жасайын деп жатыр. Ол үшін бізге 350 грамм ұн, 180 грамм май, 2 жұмыртқа және де 100 грамм шекер, разрыхитель керек бір шай қасықпен. Дәмді қатты шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Осы бәлішті бала кезімізде көбірек жейтінбіз, өйткені анамыз осындай бәлішті жасайтын. Өйткені ол кезде біздің бала кезімізде газ, тегін газ болған жоқ, әрине. Керосинкіге жасайтын. Біздің нанымыз дайын болды. Дайын болды. Осыны екіге бөлеміз де көптеу жағын астына жаямыз. Табамыздың ішін кішкене майлаймыз да. Бәлішіміздің наны көтеріп кетпеу үшін осылай істеп шаншысымен жасап аламыз да. Енді астына мынадай дайын алма вареньесін саламыз. Бұл вареньяның рецептісін осы каналдан көре аласыздар. Осы каналда бар, сол жерден тауып қарауыңызға болады.
Бала кезімізде алма ағашын өте жақсы көретінбіз, алмаларды. Марқұм әкем үйдің алдында барлық алма ағашын, түрлі жидектің бәрін өсіретін, егетін. Содан біз шетінен пайдаланатынбыз. Сәлем достар, қазір мен кекстің рецептісін сіздермен бөлісейін деп отырмын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Әрине қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Бізге керек ол үшін 5 жұмыртқа керек. Менде жұмыртқа кішілеу болғасын 5-еу пайдаланып отырмын. Разрыхитель керек, ұн, шекер, және де шамалы сүт және мейіз қосамыз. Ал енді кеттік. Мен 5 жұмыртқамызды жарып алдық. Осының үстіне шекерімізді саламыз. Енді жақсылап араластырып қоямыз. Жұмыртқаның үстіне шамалы сүт құямыз. Тағы да айналдырып аламыз. Разрыхителімізді салып аламыз. Одан кейін ұнымызды салмас бұрын мейізімізді саламыз. Ұнымызды сала отырып араластырамыз. Төменнен араластырамыз. Ішінде қою болып қалмау үшін. Ең алдымен табамызды майлап аламыз жақсылап. Біздің қойылғыз қатып қалмау үшін. Содан кейін дайын болған қамырымызды осыған құямыз. Жүз 180 градусқа 25 минутте қоямыз.